Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, жарты сағатта дайын болатын, тез дайындалатын тауық етінен тамақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауығымызды маринаттаймыз. Ол үшін тауықтарымызды бөліктерге бөліп турап аламыз. Осы маринатты барлық тауық түріне қолдансаңыздар да болады. Духовкаға пісірсеңіздер де, немесе қуырсаңыздар, дәл осылай тамақ жасайтын болсаңыздар да, осы маринатты қолдансаңыздар, тамақтарыңыз өте дәмді, тауықтарыңыз жұмсақ шығатын болады. Тауығымызды турап болған соң тұзымызды, қара бұршымызды, сарымсағымызды және де пісте майымызды құямыз. Сосын кез келген тауыққа арналған соусымызды саламыз. Немесе ондай соус болмаса, жаңағы майонез қолдансаңыздар да болады. Барлығын құйып, араластырып, жақсылап бетін жауып, жарты сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Тауығымыз маринаттап болғаннан кейін қазанымызға пісте майымызды құйып, тауығымызды ішіне саламыз. Сосын пиязымызды да турап қазанымызға саламыз. Пиязды турап салып болғаннан кейін сәбізімізді домалақтап турап, жіңішке қылып тураймыз. Оны да қазанымызға саламыз. Сосын болгар бұрышымызды 4 бұрыштап турап, оны да саламыз. Үйлеріңізде қандай көкөніс түрі бар, соның барлығын салсаңыздар да болады. Картошкаларымызды да 4 бұрыштап турап, оны да қазанға саламыз. Картошкамызды турап болғаннан кейін тұзымызды, қара бұрышымызды және де тауық маринаттаған ыдысымызға су құйып, соны қазанымызға құйып, бетін жауып, қатты отқа қайнағанша қалдырамыз. Тамағымыз қайнағаннан кейін баяу отта піскенше ұстайтын боламыз. Осымен тамағымыз дайын. Жасап көріңіздер, тез дайындалады, қолыңызды ұстамайды. Барлықтарыңызға ас болсын.